Кызылорде все так разговаривают. Девушка с необычной внешностью вызвала споры в сети. Уроженка Кызылорды вызвала споры в казахстанском сегменте TikTok из-за своей необычной внешности. 22-летняя Айсана Алтынбекова не так давно переехала в Алматы и уже год ведет свою страничку в TikTok. На профиль девушки подписаны десятки тысяч человек, а ее ролики набирают миллионы просмотров. Дело в том, что все свои короткие и веселые тиктоки красавица ведет на чистом национальном языке, хотя досталась Айсане исключительно славянская внешность, отмечают ее многочисленные подписчики. У нас в Кызылорде и русские, и казахи, и корейцы говорят на казахском языке. Бізде Қызылордада түрі орысқа ұқсайтындар да, қазаққа ұқсайтындар да, кәріске ұқсайтындар да барлығы қазақша сөйлейді. Мысалы бір жерге кіріп, енді түрі орыстарский адамды көресің ғой. Енді, например, мен сияқты, менің атым Айсана ғой, бірақ менікі қазақтарский да, олар прям аттар да, орыстарский да, Ирина, Сергей, бірдеңе деген сияқты. Даже кәрістердің өзі, мысалы, Ен деген фамилиялар болады кәрістерде. Сол сияқты, мысалы, магазинге кіріп, здравствуйте деп сұрақ қаласың, енді байқамай иногда болып қалады да. Сол кезде айтады олар, саламатсыз ба дейді, сосын деген мәңгі қаласың. Ал мен жақында Алматыға келдім. Алматыға келсем, түрі орысқа ұқсайтындар да, қазаққа ұқсайтындар да, индийский ұқсайтындар да барлығы бұяқта саламатсыз ба десең, здравствуйте дейді. Қазақша айтсаң, орысша жауап береді. Қазақша сұрасаң, орысша жауап береді. Ойбай, мен точно деген Қазақстанда жүрмін ба деп қаласың ғой. Ойлап отырмын, бір челлендж ба, бірдеңе шығарып қоямын ау деймін, яха деп ше. Если в магазин зайти и поздороваться с ними на русском, они ответят «саляматсыз бе». И ты думаешь «ничего себе», говорит она. Большинство комментариев под видеороликами, конечно, посвящены удивительной внешности девушки и ее прекрасному произношению. Какая чудесная и говоришь так чисто. Пример настоящей казашки. Выходите за меня замуж. Никогда бы не поверил, что вы казашка. Украинка или русская же. Это магия, пишут пользователи. Айсана подтвердила, что является чистокровной казашкой. Да, я та самая Сарыкыз. Я работаю воспитателем в одном из детских садов Алматы. Мои подопечные меня очень любят и сравнивают с принцессой Эльзой, рассказала уроженка Кызылорды. К слову, в одном из роликов Айсана Алтынбекова познакомила свою аудиторию с родителями. Алдында деген радугада жүрсем, тамағымды, суымды алайын деп. Өйтсем ішінде екі орыс жүр екен да. Енді олар мен сияқты емес, олар кәдімгі шынымен орыстар, мен қазақпын ғой. Сөйтіп екеуі жүр екен да, сосын маған қарай береді екеуі. Сосын қорыққаннан вообще картошка пияз жаққа қарай кетіп қалам, басқа жаққа қарай кетіп қалам ше. Сонда да сияққа келе берді, артымнан қалмай, сосын қорықтым да, сосын тез кассаға барып заттарымды алып санадым да, тез қашып бардым ғой енді. Сөйтсем артыма қарасам, артымда келе жатыр екеуі. Сосын ё-майо дедім да, бісміллә деп білетін дұғаларымды айтып, сөйтіп шамалы жаймен жүріп қалдым, аналар бірінші кететін болса өтіп кетсін деп ше. Сөйтсем екеуі кетпейді, артымда келді да. Извините, девушка, дейді маған, сосын бісміллә дедім да, сосын ау дедім, сосын девушка вы местная дейді, сосын вот сволочтар дедім. Сосын деген саламатсыз ба, сосын я дедім, сосын ау дейді. Я мен осы жақтікімін дедім, сосын походу түсінді ма, білмеймін. Блин деп та кетіп қалып, сөйтсем олар деген андай екен ғой, короче, Россиядан келіп, андай, сол Россиядан келген адамдарын іздеп жүргендер екен ғой. Сосын мені орыс деп ойлап қалғанда, сол Россиядан келді деп ойлаған ғой мені де, сөйтіп деген общение ұстағысы деген ғой. Сосын деген қой деген соң ғой. Мәке, сіз қатты кетіп баратсыз, остановись, бейби деді. Сосын деген, еще деген өзінше қазақша ответ қайтарып, орысша ответ қайтармайсың ғой.
сөйтіп сондай қыз болғандығын сосын артынан қорқайын, өлә мені орыс деп ойлап артымнан қалмай мені деген бір салып алып ұрлап алып кетіп кетсе не істеймін, өздерінің компашкаларына қосуға деп. Ту орыс братандар дейсіз, қайтыңдаршы үйлеріңе десең.